Барлықтарыңызға сәлем. Бұл қысқа кино. Бүгін бізде Байтес Хадиявшик «Мертвецов» фильмі. Сара, ты не понимаешь, если ты выйдешь, ты умрешь. Видео басталмастан бұрын жаңа рэп жолын бастап келе жатқан Бекжан бауырымыздың өнерін бағалап кетейік. Сілтемесі комментарияда болады. Бастапқы кадрлар бізге Лусиана мен Дэниелдің үстел ойынын ойнап отырғандығын көрсетеді. Ал осындағы жігіттердің бірі сөмкесін жинап кетуге дайындалуда. Ойын кезінде қателік жіберген Дэниел қарсыласы Лусианаға «сен афиелсің» деп баға береді. Оның сөзін құптағандай Лусиана әзілге әзілмен жауап қатады. Лусиана осыдан соң Морганмен жолығып, жігітті әлі де Дэниелмен бірге қалып жұмыс жасауға шақырады. Онымен бірге сыртқа қару іздеуге шықса тіпті керемет болып кетер еді деп Лусиана өз сөзін аяқтайды. Екеуі емін-еркін әңгімелесіп тұрғанда мұндағылар Дэниелдің кетіп қалғандығы белгілі болады. Уэс пен Лусиана бірге сыртқа аттанды. Бұл уақытта барлығы шар құрып іздеп жүрген Дэниел балабақша орнында жүргіштермен кезікті. Сол сәтте екі маскалы сау адам да оның жанына келе қалды. Дэниел қаруын тақап кім екендіктерін сұрап еді. Маскасын шешкен олардың Уэс пен Лусиана екендігі белгілі болды. Дэниел есінен алжасқандай «мен өзімнің афиел қызымды іздеуге шықтым» деп айта бастайды. Уэс пен Лусиана барынша оны сабырға шақырып, «сенің қызың баяғыда өлгенде бесін жидыруға тырысуда». Алайда бұлар өз адамдарымен салғыласып тұрғанда қарулы топ Лусиана мен адамдарын онымен қатар Дэниелді де алып кетті. Ендігі олар қамауда. Дэниел сонда да қоймайды. Өзінің бұлардан қорықпайтындығын айтып, кейін қаруларымен тіреседі. Топ басшысы Арно Дэниелді мазақ қыла бастады. Оның қолына қару беріп, «қане, мені ат» деп бұйрық етеді. Дэниел қаруды басқанда оның оғы жоқ екендігі белгілі болды. Ал өз сөзін бастаған Арно, сендердің қолдарында жаңа қару қоймасының координаталары бар. Егер жан керек болса, соны бізге беріңдер дейді. Алайда Лусиана бастаған топ ондай сатқандыққа өлсе де келіспейтіндей. Бұл уақытта Дэниелдің ойы үй маңындағы қайықта есінен айырылған күйде жүрген. Ол қайық ішінде «менің қызым Офелия бар» дейді. Уэсті тергеуге алып қалып, Арно Лусиана мен Дэниелді бөлек бөлмеге қамап қойды. Дэниел осындағы күзетшілерге өзінің ісін айта бастады. Қайта-қайта шалға Офелия деп қоймаған соң, Лусиана да қайта оған қызының қайтыс болғандығын айта бастады. Бұл уақытта Уэсті темір торға қамаған Арно оны салбыратып жүргіштерге жемтік ретінде іліп қойды. Бұл оның қарсыласын сөйлетудің кезекті бір амалы еді. Уэсті қанша өліммен қорқытып сөйлетуге тырысса да, жігіт өлімнен ұят күшті деп ештеңе айтпайды. Сонда Дэниел келіп, «егер менің қызымды босатсаңдар, координатаны беремін» дейді. Арно оның не қыз туралы айтып тұрғанын түсінбесе де келісеміз дейді. Сонда іске Лусиана араласып, «Дэниелдегі координата дұрыс емес, бәрібір таппайсыңдар» дейді. Ал Арно Дэниелдегі координатаны алған соң өз адамдарын жанына шақырып, «осы белгі бойынша іздеңдер, егер таппасаңдар, мына тұтқындардың барлығын өлтіре саламыз» дейді. Осыдан соң үшеуін біріктіріп, қайта бөлмеге қамап қойды. Лусиана 24 сағаттан соң қайтып келетін әскердің қару қоймасын таппайтындығын біледі. Сондықтан өздері мұнда өлім күтіп отырмыз деп санайды. Дэниел болса Офелияны құтқару үшін алдымен үшеуміз бұл жерден қашып шығуымыз керек дейді. Сәлден соң Дэниел өлген адамға айналып жата қалды. Бөлме ішіне оны тексеріп кіргенде, Дэниел қалтасындағы пышақты оның тамағына тақап, Офелия бар қайыққа апаруын айтады. Лусиана әдейі Дэниелдің қайық ішінде жоқтығына көзі жетсін деп еш қарсылық танытпады. Нәтижесінде Дэниел қызының жоқтығын көрді. Қызы болмаған соң өзі тұтқын қылып ұстап тұрған күзетшіні де керек етпеген ол сол мезетте оны өлтіріп тастайды. Әбден жынданып кеткен Дэниел өзімен өзі жалғыз тұрған Арноның артынан келді. Жігітті Офелия жайлы айтқан өтірігі үшін айыптап, Арноның өзін торға кіргізіп жібереді. Кілең жүргіштердің құрсауында қалған Арноға Лусиана мен Уэс келіп жетті. Олар Арноны аяп кетті. Жігіттің торын көтергенде ол өлімші халде еді. Соңғы сәтінде Арно жүргіштерді біреу көбейтіп отыр дейді. Лусиана барлық сау адамда бірікпесе болмайтындығын түсініп, Арноның командасына өзінің басшылығын жүргізе бастайды. Оларға біріксең аман қаламыз деп үндеу жариялайды. Басқалар да Лусианаға қосылып кетті. Ендігі олардың ортақ жауы бар. Ал Дэниел Лусиананы тіпті тыңдамайды да. Қыз оны өзінің бұйрықтарына бағындыру үшін Арно маған өлер алдында Офелияның қайда екендігін айтып кетті дейді. Дэниел қанша жерден сенгісі келсе де іштей өтірік деп санады. Ал Уэс Лусианамен қоштасты. Жігіттің айтуынша Дэниел тіпті есінен алжасып кетті. Сондықтан ол мұнда қала алмайды. Арноның адамдарын соңынан ерткен Лусиана өзінің тұрағына келіп жетті. Морганмен кезіккен ол, ендігі барлығымыз күш біріктіріп ортақ жау Виктормен айқасуымыз керек дейді. Морган қару қоймасын тауып қойған, сондықтан ол соғысқа дайын. Келесі кадрда біз Виктордың мұнарасына келіп, онымен байланысқа шыққан Уэсті көреміз. Ол Викторға көмектеспек. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті достар. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болайық.